Бүгінгі таңда күн тәртібінен түспейтін мәселе мемлекеттік тілдің бүгіні мен ертеңі. Өйткені ол ана тіліміз, ұлттық тіл, тәуелсіз Қазақстанның мәртебелі мемлекеттік тілі. Оның бүгінін тұғырлы, ертеңін тағдырлы жасау біздің жауапкершілігіміз. Осы мақсатта Екібастұзда алғаш рет Мінберде мемлекеттік тіл жобасы іске асты. Азаматтық бастамаларды қолдау қоры, Теринта жеке қоры және Атамұра мәдениет орталығының ұйымдастыруымен Мінберде мемлекеттік тіл атты жобаны бастау алған болатын. Бұл жобада біз бүгін жастармен және қоғам өкілдерімен, бақ өкілдерімен, мемлекеттік мекеменің өкілдерімен бірлесіп, мемлекеттік тілдің бүгіні мен ертең атты тақырыбында диалог алаңын өткізіп жатырмыз. Диалог алаңында қазір 40-қа жуық қатысушы бар. Осы қатысушылар өздерінің ой-пікірлерін айтатын болады. Диалог алаңында Екібастұз қаласының құрметті азаматы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Жұмағали Қоғабай, Отарқа газетінің тілшісі Дария Жұмәділ, нөмірі 5-ші мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Мадина Арқалық сынды тіл жанашырлары қатысып, мемлекеттік тілді дамыту жолындағы өз пікірлерін білдірді. Кей кезде менің балаларым сұрайды, неге қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп. Мен балаларыма айтам, банкоматта қазақша теріңдер. Қазақ орыс ағылшын дейме қазақша тер. Ол сенің қазақ тілінің дамуына қосқан үлесің. Мысал үшін қазақ газетін оқы, Отарқа газетіне жазылыңдар. Мысал үшін менің семьямда күйеуім де, ұлым да қазақ газетіне жазылды. Өзім жазылам. Бір үйде 3 адам аламыз. Енді ол неден? Өйткені олар бұл жерде қазақтың тілін қолдап тұр. Олар айтып тұрған жоқ, ойбай, үйде газет бар ғой деп. Жоқ, олар қазақтың тілін қолдап тұр. Біздің үйде 3-4-тен келеді өз Отарқа газеті. Бұл жерде мәселе қолдауда. Ана тілімізді дамыту және жастарды жігерлендіру мақсатында өткен шарада қала жастары да сөз алып, өз ойларын ортаға салды. Пікірлерін еркін жеткізіп, белсенділік танытқан жастар алғыс хаттарымен марапатталды. Және шара соңында жиналғандар жастар арасында өткізілетін барлық іс-шаралар мемлекеттік тілде өткізілсе, тіл сақшылары жасағы құрылып, жергілікті әкімшіліктен қолдау көрсетілсе, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бойынша қала әкімі жанынан штаттан тыс кеңесші тағайындалса деген ұсыныс тілектерін білдірді.